Армысыздар, көрермендер. Бүгін біз хит болып жүрген қазақша жаппасайды дайындаймыз. Ең алдымен 4 жұмыртқаны осындай ас содасы салынған суға салып қоямыз. Бұл бізге жұмыртқаның бойындағы кірді, зиянсыз заттарды кетіру үшін қажет болады. Бізге жұмсақ етіп қамыр илеуіміз керек. Суға тұзды араластырып ертіп аламыз. Ұнымызға жұмыртқаны салып, бір қасық май құйып, суды құйып, тұзды суымызды құйып илейміз. Бізге жұмсақ, әдемі, иі қанған қамыр қажет болады. Осылайша біз қамырымызды басын біріктіреміз. Барлық толық алынған судың бәрі толық кетеді. Ол оның құрамына байланысты. Осындай үлкендеу, өте кішкентай емес, үлкен зуала қамыр илейміз. Қамырымыз басы бірікті, әбден иін қандырып біраз иілеп, осылайша илейміз. Пакетке салып, демалуға қойып қоямыз қамырымызды. Табамызды отқа қойып, сұйық май құйып аламыз. Мен сұйық майды құйып дайындап алғам. Етімізді салып, сәл қызған майға етімізді салып, әбден қуырамыз. Майы көрініп шатырлағанға дейін етімізді қуырып дайындаймыз. Көп уақытта алмас үшін мен барлық қажетті заттарымды алдын ала турап, дайындап қойғанмын. Видео барысында барлығын көреміз. Енді етіміз қуырылды, араластырып, пиязымызды саламыз. Пиязымызды да, етті де 4 бұрыштап тураймыз, лағманға турағанда етіп. Енді мына помидорымызды салып қуырамыз. Томат салып қуырамыз. Әбден томатымызды салып қуырып болып қалдық. Болгар перцін салып қуырамыз. Картошкаға кезек келді. Картопымызды салып қуырып, суымызды құямыз. Міне мерный стаканмен бір полный құйдым, жарты литр. Қазір тағы да 200, бұл су аз болып тұр бізге, 250 грамдай құямын. Жалпы 750 грамдай су құйылды. Қайнатуға қоямыз. Қайнағаннан кейін бір қасық, үлкен қасықпен тұз салдым. Қамырды әбден суалап, жайып аламыз. Иі қанған қамыр сондай әдемі болады, жайғанға да әдемі болады. Енді біз қамырымызға осылайша май жағамыз. Неліктен бұл сұйық майды жағамыз? Өйткені біз неған кезде, жаңағы жаппасайымыз салған кезде қамырымыз бір-біріне жабысып қалмау керек. Осылайша жинастырамыз қамырды. Әр бетіне, бір бетіне осылай майды жағамыз әбден. Молырақ жақсаңыздар, өздеріңізге жақсы, 2 рет жұмыс болмайды. Осылай жағамыз майды. Мантыге кезетінде етіп, осылай бүктеп, қамырды дайындаймыз. Қамырымыз дайын болып қалды, осылайша кесеміз. Кімге қалай ұнайды? Үлкен қылып кескілеріңіз келсе, үлкен қылыңыздар. Мен үлкен қылғым келген жоқ. Орташа қылып кесіп жатырмын. Осылай неғыламыз. Қамырдың май жағылмаған беті астына қарайды. Май жағылғанын үстіне қаратыңыздар. Өйткені қамырымыздың бір бетіне май жағылды, бір бетіне май жағылған жоқ. Сондықтан май жағылған бетін үстіне қаратсаңыздар, астындағы май жағылмаған жағы майдың үстіне түсіп жатыр. Осылайша қамырымызды дайындап болғаннан кейін
тағы да кесеміз. 4 бұрышты етіп кесіп жатырмын. Қамырды үлкен зуала қылсаңыздар да болады. Өздеріңізге, жанұяңызға ыңғайлап, кіші зуала илеп алсаңыздар да болады. Енді біз осындай немізге, легенімізге үстіп қамырды бүктеп қоямыз. Әрине май көбірек жағын ішіне қаратып бүктейміз. Үстіп алдын ала бүктеп дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды енді неміздің подливіміздің үстіне саламыз табадағы. Бір араластырып, тұзын көріп алсаңыздар болады. Енді дайын тұрған қамырымызды осы подливтің бетіне саламыз. Үстінен қойып шығамыз осылайша. Бірінің үстіне бірін қоя беріңіздер, жабыспайды, еш нәрсе де болмайды. Егер май жаққыларыңыз кесе арасында сұйық майдан осылай жағып өтсеңіздер болады. Осылайша қоямыз, бәрін қабаттастырып. Менің жанұям үлкен болғаннан кейін мен қамырымды көбірек иледім, үлкен зуала иледім. Бұл үстіне баттастырылып қалмайды, дымда қылмайды. Істей берсеңіздер болады осылайша. Қамырымыз бетін жауып, мен жұмыртқаны ұмытып кеттім, үстіне қайтадан жұмыртқаны салып, осылай жауып қоямыз. Енді жарты сағатқа қойып қоямыз. Ешқандай да түртпейміз, мазасын алмаймыз. Жарты сағаттан кейін ашып, міне жұмыртқамызды алдық. Енді дайын болған піскен қамырымызды осылайша шымшып алып салсаңыздар болады. Қамырлар бір-біріне жабыспаған, барлықтары керемет бөлініп алынып тұр. Осылайша салып болғаннан кейін салмамызды ортасына саламыз. Өте дәмді, керемет, тіл үйретін тағамымыз дайын болды. Дайын болған осы тағамның бетінде буына піскен жұмыртқамызды осылай кесіп, әрлеп салсаңыздар болады. Өте тамаша болады. Көк шөптеріңізді, пияздарыңызды үстінен саламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымды қолдап, пікір жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.